Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен биохимиялық анализді талдайтын боламыз. Биохимиялық анализдегі әр көрсеткіш әртүрлі органның жұмыс жасауын білдіреді. Мысалы, креатин мен мочевина ол бүйрек функциясына жауап береді. Ал қандағы АЛТ мен АСТ мөлшері ол бауырдың қызмет жасауын көрсетеді. Ал егер билирубин мен сілтілі фосфатаза жоғарылайтын болса, онда ол өт іркілісі немесе синдром Жилбера бар екенін анықтауға болады. Ал қандағы қант мөлшері ол қантты диабетті анықтайды. Оны әрі қарай анықтау үшін гликозированный гемоглобин тапсыру қажет. Ал қандағы холестерин мөлшері жүрек қан тамыр ауруларының анықтайды. Яғни инсульт пен инфаркт бар немесе жоқ екенін анықтайды. Ал қандағы ферритин мөлшері, егер ферритиннің мөлшері төмендейтін болса, онда ол темір тапшылықты анемияны көрсетеді. Ал егер ферритин мөлшері жоғарылайтын болса, ағзадағы қабыну процесін көрсетеді. Сондай-ақ биохимиялық анализді міндетті түрде 12 сағаттық аш қарынға тапсырған абзал. Сонда ғана биохимиялық анализ нақты өз көрсеткішін көрсетеді. Және де әр лабораторияның көрсеткіші әртүрлі екенін ұмытпаған абзал. Егер сіздің биохимиялық анализіңізде көрсеткіштер нормадан кішкене жоғары болып тұрған болса, бір апта 10 күннен кейін қайтадан тапсырып көруіңізге болады. Сол кезде нақты көрсеткішін алуға болады. Ал профилактикалық мақсатта биохимиялық анализі 6 айда бір рет тапсырып тұру қажет.